Кәмшат Бекжігітова. Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт. Сіз қазір қиналып отырсыз ба? Мен де қиналғанмын. Өз мақсатыңызға жету мүмкін емес деп қорқасыз ба? Мен де қорыққанмын. Ешқандай тәжірибем жоқ деп ойлайсыз ба? Менде де тәжірибе болған емес. Сіз бен біздің жетер жетістігіміз көп. Бұған кітапты оқып шыққанда көзіңіз анық жетеді. Кәмшат Бекжігітова. Алғы сөз. Мен бұл кітапта өзімнің жеке тәжірибем арқылы кез келген мәселенің барлығынан шығатын жолды көрсетіп, өмірде өз мақсатыңызды тауып, үлкен жетістікке қол жеткізіп, бақытты өмір сүрудің қарапайым ережелерімен бөлісемін. Ал сіз ең бастысы ертеңге, дүйсенбіге немесе айдың басына қалдырмай, дәл қазір осы тұрған жеріңізде дереу бастаңыз. Кітаптағы барлық жаттығуды жасаңыз. Осы кітапты оқып, жаттығуларды жасасаңыз, өмірде өзіңізді тауып, өз салаңыздың ең мықтысы атанатыныңызға сенемін. Сізге сәттілік жолдас болсын. Мәңгі сені жазған жоқ сүрінуге, қақың бар қайта тұрып жүгіруге. Мұқағали Мақатаев. Алғаш Луиза Хейдің кітабын қолыма тигенше, менің де дәл қазір өзіме келіп жатқан хат иелері сияқты өмірден түңілген едім. Кішкентайым 7-8 айлық, үлкен 2 балам мектепте. Бір тиын ақшам жоқ, ешқандай табысым жоқ. Қарызым бастан асады. Отырған үйімнен шығатын уақыт жақын қалған. 5-6 айдан асты далаға шықпаймын. Ешкіммен араласпаймын. Көбіне ашуымды балаларымнан аламын. Таңға көз ілмеймін. Мұндай өмірдің қандай мәні бар? Кім кінәлі? Неге бұлай болды? Мұндай күйге қалай түстім? Енді не істеймін? Қайтып баған балаларды, ертең нанға ақшаны қайдан табамын деген сияқты сұрақтармен өзімді жеп жылап шығамын. Содан таң намазының уақыты келеді. Намаз оқып, «Я Аллам, балаларымды аш қалдыра көрме, ең болмаса нанға ақша бере көрші» деп жылап отырып дұға қыламын. Қайта жатып түске дейін ұйықтаймын. Алла маған өз сұрағанымдай әйтеуір бір нанға ақша жіберетін. Қаншама айлар бойы күнім осылай өтіп жатты. 33 жасқа дейін өмірімде естімеген самооценка, полюби себя сам, аффирмация деген 3 сөз соңғы 14 жылда кітап бетін ашпаған мені Луиза Хейдің кітабын оқуға жетелеп әкетті. Расында 14 жылдан кейін алғаш оқыған кітабым Луиза Хей еді. Бұл кітап өмірді жақсы жағына күрт өзгертті. Сол күннен бастап тек білім алып келемін. Естіп білгенімді күнделікті өмірде пайдаланып, керемет нәтижелерін көріп қуанамын. Өсіп келемін. Күн емес, қазір сағат сайын өсіп келемін. Аллаға шүкір. Сынақтар, кедергілер болмады емес, болды. Соларға қарамастан тек алға жылжыдым. Бүгінгі жетістігімнің барлығы бірінші Алланың. Одан кейін тек алған білімімнің және сол білімді күнделікті өмірде пайдаланғанымның арқасы. Көптеген ғалымдардың еңбегімен танысып, біраз шетелдік ұстаздардан білім алып, өткен өмірімді дәл қазіргі күніме дейін ойлап қарасам, сонау ес білгелі маған еш нәрсе өзінен өзі келмеген екен. Жалпы өмірдегі болған жағдайдың барлығына мен өзім дәнекер екенмін. Барлығы тек өзімнің қорқынышты, күдікті, сенімсіз ойым мен сөзімнің арқасында пайда болыпты. Қандай кітап оқысам да, кімнен сабақ алсам да, барлық жерде бір қағида: ойыңды өзгерт, өзіңді тәрбиеле, өміріңді өзгертесің деген. Олардың айтқанына көз жеткізу үшін мен ойымды өзгертуге,
алған теорияны күнделікті өмірде пайдаланып көруге шешім қабылдадым. Алғашқыда оңай болмады. Аянбай өзіңмен күресуге тиіссің. Өзіңнің жалқаулығыңмен, өзіңнің әлсіз тұстарыңмен жұмыс істеу керек. Жалпы өзін жеңген адам ғана жетістікке жетеді екен. Әр нәрсенің қайыры бар. Өмірімізде болған нәрсенің бәрінің қайыры бар. Кейде шығар жол таппай, тығырыққа тірелгендей боласың. Жол бар, тек ол өзіңе қарай екен. Халық даналығы. Өмірімді кемел бақытқа күрт өзгертуге себепкер болған оқиғаны және жоғарыда айтқан бұрын соңды естімеген 3 сөз туралы айта кетейін. 25 жасымда 2 баламды алып, әкелерінен бөлек кеткеннен кейін әртүрлі сауда жасадым. Соңғы 6-7 жыл бойы сауда-саттықпен Қазақстан мен Қытайдың арасында шапқыладым. Байып кеткен түгім жоқ, бірақ тынбай еңбек еттім. Бірде пайда, бірде шығын. Үйдегі қызым мен балама анам қарады. Ең бастысы қарындары тоқ, киімдері бүтін. Мен ажырасып кеткеннен кейінгі аз уақытта намазға жығылдым. Менің намаз оқығаныма күдіктеніп қараған анам өмірден жалғыз өтер мекен деп уайымдады. Күндердің күнінде өміріме бір адам пайда болды. Өзі майы қызметкер болғандықтан менің мекен жайымды біліп алып, сүйіп қалдым деп соңыма түсті. Соңымнан қалмай 2-3 жыл жүрді. Кетіп бара жатсам шығарып салады. Келсем күтіп алады. Отбасы бар болғандықтан оны өзімнен алыстату үшін небір әрекеттер жасадым. Болмады. Үйге келіп анаммен танысып алыпты. Анамның менің маңайыма ер азамат пайда болғанына қуанып жүргенін сездім. Содан ойланып, жігітке өз шартымды қойдым. Мешітке барып неке қиямыз және қарым-қатынасымызды ешкім білмеуі керек. Ол келісті. Некелестік. Арада 2-3 ай өтпей менің аяғым ауырлады. Жігітім сол арада істі болып қамауға алынды. Оның үй іші, менің үйімдегілер барлығы біздің қарым-қатынасымыз туралы білді. Бәрі ашылды. Содан мен саудамды, өз тіршілігімді тастап барлығына қарсы тұрып, қайтсем де көмектесуім керек деп бар күш-жігерімді салып көмектестім. 7 ай дегенде Алланың қалауымен ол сот залынан босатылды. Менің орнымда кез келген адам солай жасар еді деп ойлаймын. Маған айтқан рахметі болу керек. Жігітім 4-5 киімін алып менің үйіме көшіп келді. Ол бостандыққа шыққан 2 аптадан кейін мен бір өлімнен қалып қыз босандым. Мен 7 ай бойы оның жолында жүгіріп жүргенде саудаға салған бар ақшам уақытында барып затымды алып сатпағандықтан күйіп кетті. Ішім ашыса да аман-есен қызды болдым. Әкесін шығарып алдық. Садақа Аллам қайырын берсін деп қоямын. Өкінішке қарай мен оны сол күннен бастап тани алмай қалдым. Не ойы бар екен түсіне алмадым. 2 жаққа да өтірік айтып, 2 оттың арасында күйіп жүргенін сездім. Мен сенуден қалдым. Күдігім күшейді. Ол туралы тек қана жаман ойлаймын. Әр ойымның рас екенін ол ерсі, дөрекі іс-әрекетімен дәлелдей берді. Үйде күнде ұрыс, жанжал. Намазда қайырын сұраймын. Содан не керек? Бар шындықты шешесінің аузынан естідім. Ол менің тағдырыммен ойнапты. Менің өмір деп түсінгенім ол үшін әншейін ойынған екен. Ашы шындық сол. Бұл ойында мен жеңіліппін. Жеңілгенімді мойындап, өзім ғана шешім қабылдап, бір жағына шығуым қажеттігін, отбасылық дауға нүкте қою керектігін түсіндім. Қызыма 8 ай болғанда менің өмірімнен де, үйімнен де бір жолата кетуін сұрап, киімдерін жинап беріп, былайша айтқанда үйден өзім шығарып жібердім. Себебі ол өзінің іс-әрекеті, мен өз таңдауын жасап қойған.
менің қасымда еркінен тыс жүрген еді. Дәл сол күнге дейін өмірден алған үлкен сыйлығым 3 балам еді. Балапандарымды құшақтап жалғыз қалдым. Менің бір тиын ақшам жоқ. 3 балам бар. Далаға шығатын, елге қарайтын бетім жоқ. Үйден шықпаймын. Әке-шешеме, бауырларыма жаратып ештеңе айта алмаймын. Өйткені барлығын өз ақымақтығымнан таптым. Нағыз күйзеліс басталды. Бір кездегі қайнап жатқан өмірім дәл сол кезде тоқтап қалғандай болды. Біткен жерім осы, ары қарай өмір сүретін жол жоқ деп ойладым. Мен қателесіппін. Өмірдегі қаншасыншы қателесуім, қате ойлауым білмеймін, бірақ тағы қателесіппін. Бұл жолда қате ойлаппын. Өмір тоқтамаған, өмір жалғасып жатыр екен. Өмір тамаша екен демек, дәл бүгінгі күніме сол қол жеткізуім үшін сонша сынақты басымнан өткізіп, аяғымды шалыс басып, көп қателік жасауым керек болғаны ғой. Менің басымнан өткен бұл оқиға үлгі аларлықтай емес. Мұны қазір сол кездегі мен сияқты қате ойлаған адамдар оқысын деп жазып отырмын. Қандай қасіретті бастан кешірсеңіз де, өмір онымен бітпейді. Кез келген уақытта ой мен сөзді өзгертіп, қалағаныңыздай бақытты өмір сүруіңізге болады. Себебі маған келген 50-60% хат иелерінің тағдыры қиын, яғни өткен өміріндегі қателіктер үшін енді бақытты болуға құқылары жоқ сияқты өмірден түңіліп кеткен. Олай емес, достар. Біз пендеміз, періште көкте ғана. Адам болғаннан кейін барлығымыз қателесеміз, сүрінеміз, жығыламыз. Мәселе онда емес. Мәселе қайта тұрып, бәрін басынан бастауда. Өз қателігіңді түсініп, мойындай білуде. Әрбір қателіктен тек сабақ алуымыз керек. Адам баласы тірі тұрғанда кез келген қателікті түзетуге мүмкіндігі бар. Басымнан қандай оқиға өтсе де, ылғи мұның да бір қайыры бар деуші едім. Жанымды жаралаған соң оқиғаның қайыры менің бүгінгі күнім болар. Барлығына алғыс айтып, Аллаға шүкір деймін. Ендеше көп қателік жасадым деп, кім өзін айыптап, басын салбыратып, қолын бір сілтеп, өмірден түңіліп отыр. Мені тыңдаңыз. Өткен өміріңде кім болғаның маңызды емес. Сен қазір кімсің? Кім болғың келеді? Міне, осы маңызды. Сен өлген жоқсың ғой, тірісің бе? Ендеше шындыққа тура қара. Шындық өмірдің жалғасып жатқандығында. Көрпенің астында тығылып жата бермей, басыңды көтер. Орныңнан тұр. Сыртқа шық. Өмір жалғасуда. Сен тірісің. Сенде үлкен мүмкіндік бар. Барлығын өз қалағандай етіп, басынан бастауға мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті барынша пайдалан. Өмір сүрудің өзі бір бақыт. Орныңнан тұр, осы кітапты аяғына дейін оқы. Айтылған кеңестерді, жаттығуларды кейінге шегермей жаса. Өзің ғана бақытқа қол жеткізе аласың. Ешкім саған бақыт әкеліп бермейді. Бақыттың алдынан өзің шық. Өлген адамда ғана ешқандай мүмкіндік жоқ. Ал сен тірісің. Қандай жағдайда тап болып, қандай күйде отырсаңыз да, мұның да бір қайыры бар екенін ұмытпаңыз. Сіз қайда болсаңыз, бақыт сонда. Ол сізді қоршап тұр. Сондықтан орныңыздан тұрып, айналаңызға қараңыз. Ошо, өмірің өз қолыңда. Жетер қолың арманға созғаныңда. Өмірің өз қолыңда. Қайғырма ешқашанда. Өмірің өз қолыңда. Барлықтарыңызға таныс бір қызықты айтайын. Айтпайын десем, келіп жатқан хаттар айтпасыма қоймайды. Жұмысы жүрмей, жолы болмай, өмірде көп қателік жасағандар әбден шаршаған кезде не істейді? Құмалақшы,
балшы іздейді. Жолын ашқызып, бақытқа кенелгісі келеді. Адаспаңыздар. Бұл жалқаудың ісі және өзіңді өзің алдау ғой. Олар қалағанның бәрін біреу дайындап бере салса дейді. Немесе балгер жақсы айтса, солардың сөзімен өздерін алдайды. Мәз болып. Жаман айтса, түк те аша алмайды. Түк дұрыс айтпайды екен дейді. Тағы да айтам, адаспаңыздар. Алладан кейін өміріңіз тек өз қолыңызда. Дайын еш нәрсе жоқ. Білім алыңыз, алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. Тіпті дүние жүзінде ең мықты психологты жалдап 24 сағат тыңдасаңыз да, өзіңіз еш нәрсе жасамайынша түк те өзгермейді. Сондықтан балшы, көріпкел, жол ашқыш іздемей, кітап оқып, білім алып, өзіңіз алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. 110% кепілдік берем. Сонда ғана жетістікке, жеңіске, бақытқа қол жеткізесіз. Содан кейін бақытты болу үшін немесе қандай да бір жетістікке қол жеткізу үшін көп адамдар ойлайды. Ақша керек, таныс керек, бай әке шешең болу керек деп, немесе байдың баласы ғана бай болады, мұғалімнің баласы ғана мұғалім, шаруаның баласы шаруа болады. Әнші болуды тіпті армандамай-ақ қояйын дегендей. Бірақ бұл қате пікір. Себебі бақыт пен үлкен жетістікке қол жеткізу үшін ең бірінші ниет керек. Содан кейін ой мен сөзді өзгерту керек. Ары қарай әрекет жасау керек. Ал осының барлығы дұрыс және үйлесімді болу үшін білім алу керек. Білім алу керек және білім алу керек. Тіпті тал бесіктен жер бесікке дейін. Мүмкіндікті өзің жаса. Адам барлығын жасай алады. Әдетте оған жалқаулығы, қорқақтығы және өзін төмен бағалауы кедергі жасайды. ВК парақшасынан. Тағы бір қате пікір. Жағдай жоқ, мүмкіндік жоқ. Сәті келгенде болмаса қазір қайдан? Уақыт жоқ, қолым тимейді деген сияқты бәріңізге таныс пікірлер қалыптасқан бізде. Есіңізде болсын. Өзіңіз сәтін салмайынша, сәтін салған кез еш уақытта ешкімде болмайды. Жағдайды, мүмкіндікті жасаймын деп жүргенде өзіңізге берілген мүмкіндіктерден айырылып қалуыңыз мүмкін. Ыңғайлы уақытты күтіп жүргенде уақыт қалай зымырап өтіп кеткенін байқамай да қаласыз. Уақыт ешқашан артқа қайтпайды. Оны менен жақсы білесіз. Бұған бір ғана жауап: шын ниет болса, бәрін жасайсыз. Ал ниет жоқ болса, осындай сылтаулар мен себептер көбейген үстіне көбейе береді. Сондықтан ойланыңыз. Енді осының барлығына шынайы өзімнің және менен сабақ алған адамдардың өмірінен мысалдар келтірейін. Әлі есімде, сол күйзелістемін. 2014 жылдың қаңтар айы. Туған жеңгеммен WhatsApp арқылы қат жазысып отырмыз. Жеңгем, мне надо самооценку поднять, яғни өзімнің бағамды көтеруім керек дейді. Шыны керек, өмірімде естімеппін, не сөз екенін түсінбегендіктен самооценка деген не деп сұрап едім. «Полюби себя» деген Луиза Хейдің орыс тіліндегі кітабының суретін жіберіпті. «Полюби себя» өзіңді жақсы көр. Содан самооценка дегенді орысшадан қазақшаға салып аударсам, өзін-өзі тұжырымдамасы деп шығады. Сондықтан біліп алып, барлығын толық түсінгеннен кейін жалпақ тілге салып, өзін-өзі бағалау деп аударып алдым. Ал енді шындығыңызды айтыңызшы, бала кезімізде кім бізге сен өзіңді жақсы көруің керек деп айтып еді? Мен өзімді айтайын, маған өмірімде ешкім кәмшат, сен өзіңді жақсы көруің керек, немесе адам
өзін жақсы көру керек дегенді айтпапты. Сабақты жақсы оқысақ, үй тірлігін жақсылап істесек қана, ой мәләдес, менің қызым ақылды, маған тартқан дегенді анда-санда еститінбіз. Мен балалық кезде есіме алсам, бәріміздің ата-анамыз бәленшенің қызын қарашы, таңертең сиырын айдап бара жатыр. Біреудің қыздарына, баласына қарасаң, осы деп ылғи елдің балалары мақтайтын. Мектепте бір нәрсе болып мұғалім шақыртса, өз балаларын жерден алып жерге салатын ата-аналар бар еді. Үйдегі бар дәмдіні елге беретін, бар жақсыны қонақтың аузына тығатын. Қалаған ойыншықтарымызға, киімдерімізге өмірі қолымыз жетпейтін. Мұндайды алғымыз келетін айтпаймыз да. Өмірі ақша сұрамайтынбыз, себебі ақша жоқ деген ұғым кішкене күнімізден түпкі санамызға сіңіп қалған екен. Одан кейін әке-шешенің қабағына қарайтынбыз. Елдің сөзі, елдің көзқарасы деген тағы бар. Қарап отырсаң, өзіңнің емес біреудің өмірін сүретіндейміз. Өзімізге емес үйдегілерге, біреуге ұнайтынды жасайды екенбіз. Мектеп бітірген кез бен отбасылы болған кездерді айтсаң, мұндай нәрсе өте көп. Әрине, әркімнің үйіндегі қарым-қатынас әртүрлі. Мен айтпасам да өздеріңіз естеріңізге түсіріп, жақсы біліп отырсыздар. Мұның жақсы жағы көп. Біздің қонақжайлығымызды, кішіпейіл кеңпейілігімізді, қазақи тәрбиемізді білдіреді. Мұндай қазақы тәрбиенің қаншалықты жақсы екендігі туралы мен жазып отырмаймын, себебі көптеген ол адамдардың жазып кеткендері бар. Қазір де айтылып жатыр. Мен бәрін құптаймын, тыңдаймын, керек жерін аламын, үйренемін, балаларыма үйретемін. Дегенмен осындай тәрбиенің біздің өмірімізге кері әсерін тигізген жері жоқ емес. Қандай зиянын тигізді деп ойласаңыз да, сізге тәрбие берген ата-ананы кінәлап, оларға қарсы шығудан аулақ болайық. Ешқандай ата-ана баласын жаман болсын, бақытсыз болсын демейді. Ата-ана деген өмірдегі еш құндылыққа бергісіз қымбат жандар. Қазір қолыңызда барда сол ата-анаңыздың қадірін біліңіздер. Әркім өзінің көрген білгенін, өзіндегі барды береді. Олар өздері не көріп өсті, соны шамалары келгенше бізге береді. Одан кейін ол кезде заман басқа, ол заманның баласы, біз де басқа едік. Ата-анамыздың әңгімесін тыңдасақ, олардың балалық шағы, тәрбиесі тіпті басқа екен. Міне сондықтан шығар, менің өзіңді жақсы көр деген сөзді өмірі естімегендігім. Себебі ата-анама ешкім олай үйретпеген. Өзім алғаш оқығанда ақымақ па, өзін жақсы көргенін несі деп таң қалып күлген едім. Осы жантану әлемімен танысқалы ата-анама, өзіме, адамдарға деген махаббатым секунд сайын артуда. Тіпті өзіме жамандық ойлап тұрған адамдарды да жақсы көруді үйрендім. Жүректе тек махаббатқа ғана орын болу керек екен. Содан әлгі өмірімді естімеген екі сөз күні түні миымнан шығар емес. Телефондағы интернеттен Google арқылы іздеп көрдім. Луиза Хей деп тергенім сол еді. Аффирмация деген тағы да бір жаңа сөз шыға келді. Аффирмация дегенді оқып басқа әлемге кіріп кеткендей болдым. Түк түсіне алар емеспін. Кітапты қолыма алып оқу арманға айналды. Ол кезде менде кітап тұрмақ нанға ақша жоқ еді. Кітап дүкенін іздеп шығып, үйден 7-8 аялдама жүрген соң таптым. Кітаптың бағасы 850 теңге. Күндіз түні ойлайтыным сол кітап және жаңағы 3 сөз. 3 апта бойы күнде кітап сататын дүкенге жаяу барып, кітаптың 1-2 бетін ашып көріп қайтамын.
кейін менде осы кітапты алып оқысам, менің өмірімде өзгеріс болады деген сенім пайда болды. Бар арманым кітапты алу. Бір күні әдеттегідей үйден кітап дүкеніне шығуға дайындалып жатқанда туған ағам келіп қалды қонаққа. Үйдегі әрқайсымыздың қолымызға $100 берді. Сонымен қалтамда $400. Тойып тамақ ішетін болдым деп емес, кітап алатын болдым деп қатты қуанғаным есімде. Қыстың күні 3 апта бойы жаяу кітап дүкеніне күнде барғанда, менде кітапты алып оқу деген үлкен ниет бар еді. Алла ағам арқылы ақша беріп жіберіпті. Міне ең бастысы ниет болса, нақты не керегін білсеңіз, қолыңыздан келген әрекетті жасасаңыз болғаны, қалғанын Алла ниетіңізге қарай береді және барлығын өз реттейді екен. Аффирмация. Сол күні кітап дүкеніне бірінші рет автобуспен барып, Луиза Хейдің 3 кітабын сатып алдым. Тоқтамай оқыдым. Кітапта бәрін кешір, өзіңді жақсы көр, айнаға қарап, мен өзімді жақсы көремін, мен өзімді қабылдаймын. Я люблю себя, я принимаю себя деп айт дейді. Шынымды айтайын, түкке түсінбедім. Мен кітаптың ішінен өмірімді өзгерту үшін бәрін тез жасай салатын сиқырлы таяқша сияқты бір нәрсе күткендей болыппын. Желпілдегенімнің бәрі су сепкендей басылып қалды. Тіпті 7-8 аялдамалық жерге 3 апта бойы жаяу барғаныма, сол кітаптарды сатып алғаныма өкінгендей болдым. Бірақ неге екенін қайдам, ішімнен бір тылсым күш мені авторға сендірді. Кітаптағы жаса дегеннің бәрін жасауға кірістім. Керемет өзгерістер пайда бола бастады. Дәл осы жердегі айтпағым аффирмация туралы. Себебі кітапты оқып отырған адамдардың арасында тура мен сияқты бұл сөзді түсінбейтіндер де болуы мүмкін. Ал кітаптың аяғына дейін көптеген аффирмация жазылған. Аффирмация деген бұл осы шақта белгілі бір жағдайларға қатысты қысқаша айтылатын жағымды жақсы сөздер. Жалпы айтқанда аффирмация жақсы сөз жарым ырыс деген мағынаны білдіреді мен үшін. Ал енді осыны түсіндіріп көрейін. Естеріңізде болса, бала күнімізде әжелеріміз жаман сөз айтпа балам, періштең әумин деп қояды дейтін. Бірақ әжелерімізден не біз сұрамаппыз, не олар айтпапты, періштенің қалай, қайтып, неге әумин дейтінін. Содан кейін жақсы сөз жарым ырыс деген мақал бар. Осы мақалдың да түп тамырына, мағынасына өз басым үңіліп көрмеппін. Жалпы кез келген нәрсенің қарама-қарсы жағы бар. Биік аласа, ұзын қысқа, ащы тұщы, қараңғы жарық, күн түн, ақ қара, ыстық суық, жақсы жаман, тағы да сол сияқты. Бізге керегі жақсы жаман дегені. Мысалы, біреу қоңырау шалып, жағдай сұраса көпшілігі ой ничо, сол жүрген үй жұмыс дейді. Ал енді адамдар ақша, өзі немесе басқалар туралы ойлағанда не айтады? Көп ақша табу оңай емес. Ақша өмірі жетпейді, ақша жоқ. Қазір адамдар жаман, қорқасын құрсын. Менің аяғым қисық, өмірі жолым болмайды. Қолымдан еш нәрсе келмейді. Мен еш нәрсе жасай алмаймын дейді. Себебі біз жаттап алғанбыз. Өзіңіз ойлаңызшы, жағымсыз сөзді жыларман болып айтқанда біреу бір нәрсе бөліп бере ме? Әлде жағдайыңыз жақсара ма? Әрине жоқ. Ендеше керісінше, менде бәрі керемет. Тамаша, Аллаға шүкір, күштімін деп үйренейік. Сондықтан кері кететін, артқа тартатын жоғарыдағы сөздерді ақша табу оңай және тез. Менің ақшам жеткілікті, ақша көп.
Адамдардың барлығы жақсы. Мен әдемімін. Менің жолым болғыш. Менің қолымнан барлығы келеді. Мен қалағанның барлығын жасай аламын деп өзгертіңіз. Күнделікті өмірде аузымыздан шыққан әрбір сөз ешбір мәні жоқ, жай сөз ғана болып көрінгенімен сіздің өміріңізге, болашағыңызға әсері зор. Бұған көз жеткізу үшін бүгіннен бастап амандасқаннан кейінгі аузыңыздан шығатын сөздің бәрін бақылаңыз. Егер де аузыңыздан жаман, жағымсыз, жылаңқы сөздердің біреуі болсын шығатын болса, сол сөзді жоғарыдағы мысалдардағыдай қарама-қарсы, яғни жақсы жағына ауыстырыңыз. Енді сіздерге мысал ретінде әртүрлі жағдайға қатысты қысқаша аффирмацияларды көрсетейін. Өз-өзімізді жақсы көріп, өз-өзіміздің бағамызды, самооценканы көтерумен жұмыс дегенде айтылатын аффирмациялар. Мен өзімді толығымен кешірдім. Мен өзімді жақсы көремін. Мен сұлумын. Мен әдемімін. Мен өзіме сенімдімін. Мен бақыттымын. Өмірде барлық жерде сәттілік маған есігін ашады. Ақшаға қатысты материалдық жағдайыңызды жөндегіңіз келгенде айтуға болатын аффирмациялар. Мен баймын. Менің ақшам көп. Ақша табу оңай. Ақша маған жан-жақтан әртүрлі халал жолмен ағылып келеді. Ақша маған оңай және тез келіп жатыр. Әрбір келген ақша маған жақсылық алып келеді. Денсаулықты жақсарту үшін қажетті аффирмациялар. Менің денім сау. Менің аяқ-қолым тез қимылдайды. Мен денсаулыққа пайдалы, дұрыс тамақтарды жеймін. Менің денсаулығым күн сайын жаңарып, жақсарып келеді. Жалпы аффирмация туралы қысқаша осы. Аффирмацияның адам өміріндегі маңызы және қалай қолданатынымыз туралы алдағы бөлімдерде оқисыздар. Луиза Хей. Ал енді мен осы аңыз адам туралы өзімнің аздаған пікірімді жазбасам дұрыс болмас. Луиза Хей, қазір 90 жаста. Лос-Анджелесте 1926 жылы 8 қарашада дүниеге келген. Оның балалық шағы кедейлік пен жоқшылықта Чикагода өткен. 5 жасар Луизаны көрші алқаш зорлап кеткен. Шешесі біреудің үйінде жалданып жұмыс істеген. Өгей әкесі болған. Жасы кәмелетке толғанда Луиза басқа штатқа кетеді. 15 жасында ана атанады. Нәрестесін біреулер асырап алады. Луиза жастық шағын сәнгерлер үйінде өткізеді. Сән көрсетіп жүреді. Сол аралықта миллионердің көзіне түсіп, соған тұрмысқа шығады. Керемет дәулетті, тірлікті сезініп өмір сүреді. Арада 2 жыл өткенде ажырасады. Луиза қайтадан өзінің сән алаңына оралады. Бір күні Луиза психологиялық дәріс тыңдауға барады. Дәрісте бұрын өзі естімеген жан әлемі туралы ақпараттар естиді. Содан ол толығымен арнайы психологиялық курстарды оқуға кірісті. Луиза сабақ барысында өзінің рухани жанын, ішкі дүниесін түсінеді. Сол аралықта өмір оны тағы ауыр сынақтармен қарсы алады. Дәрігерлер Луизаға қатерлі ісік дертін қояды. Сол арада химиялық ем алу қажеттігін айтады. Луиза дәрігерлерден уақыт беруін сұрайды. Дәрігерлер 3 ай уақыт береді. Содан Луиза өзін-өзі тазалаумен айналысады. Шіркеуге жиі барады. Луиза қатерлі ісіктің пайда болу себебі ретінде өзінің әлі де біреулермен ренжулі екенін, кешірмегенін түсінеді. Ол жан тәнімен барлығын, тіпті 5 жасында өзіне зорлық көрсеткен көршісін де кешіріп, өткеннің барлығын өзінен аластатуға шешім қабылдайды.
керемет аффирмацияларды айтып, өзінің ішкі жан дүниесін тазалайды. 6 ай өткенде Луиза дәрігерлерге барып, қайта тексеруден өткенде барлығы сараптаманың нәтижесін көріп, аң-таң қалады. Себебі Луиза қатерлі ісік дертінен құлан таза болып айыққан еді. Содан Луиза өткен күндердің өкпе реніші, өкініші адам баласының денсаулығына зиянын ғана келтіретінін, осындай үлкен қатерлі ауруға шалдықтыратынын түсінеді. Ары қарай ол адамның жан әлемінің қыр-сырын танып білуге кіріседі. Міне, содан бері Луиза Хей 30-дан аса кітап жазады. Оның кітаптары 50 елде аударылып, 50 миллионнан аса кітап сатылады. Ол ең бірінші адамды өзін жақсы көруге, өзін бағалауға, өзін және өзгелерді кешіруге, өмірді жақсы көруге, ішкі жан дүниесін тек махаббатқа толтыруға шақырады. Бірнеше елді шаралап, көптеген адамдарға көмектеседі. Ол аффирмацияның нағыз анасы. Қазіргі таңда өзінің Хей Хаус баспа үйін басқарады. Үлкен қайырымдылық қоры бар. Луизаның қайырымдылық қоры СПИДпен ауыратындарға үлкен рухани және қаржылай көмек береді. Жер бетіндегі адамдарға оның көмегі кітап арқылы тиюде. Сол адамдардың қатарында мен де бармын. Мен Луиза Хейдің кім екенін танымасам да, өзін көрмесем де жазғандарына сендім, авторға сендім, үзбей кітаптарын оқып келемін. Сана және түпкі сана. Сана бұл жоғарыға апаратын жол емес, бұл ішке қарай жетелейтін жол. Қолыңыздағы кітапты ары қарай оқымас бұрын қолыңызға қалам мен қағаз алыңыз. Керек жерлерін жазып алып, сызып белгілеп отырыңыз. Белгілеген жерлерге қайтып келіп, жаттығуларды орындаймыз. Бұдан кейін де қалам мен қағаз сіздің сиқырлы таяқшаңызға айналады. Кез келген уақытта жағдайды өз қалағаныңыздай етіп, жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, алғашқы кезде міндетті түрде жазуыңыз керек. Жазба жұмысының көмегі өте көп. Күніне қанша рет мүмкіндік болса, сонша рет жазғаныңызды көшіру, бірнеше рет дауыстап оқу, кез келген жерде іштей қайталау және жазғаныңызды таңертең, кешке 5 минуттан елестету керек. Яғни ертең кім болғыңыз келсе, дәл бүгін өзіңізді солай ұстауыңыз керек. Ол үшін күндегі осындай қайталаулар арқылы миды сендіруіңіз шарт. Неге барлығын күн сайын 90 күн бойы қайталаймыз? Бұл туралы мамандардың жазған әртүрлі ой пікірлері бар. Мысалы, 2006 жылы Уилл Баун 21 күн бойы жағымсыз ой ойламай, жағымсыз сөз сөйлемей, өсек айтпай, ешкімге шағымданбай өмір сүру керектігін және жаңа өмір сүрудің белгісі ретінде қолға күлгін түсті білезік тағып алуды, егер де адам осы уақытта қандай да бір жаман ой ойлап жағымсыз сөз сөйлейтін болса, білезікті екінші қолына ауыстыру керек. Солай 21 күн толық өзіне есеп жасағанша деп өз кеңесін ұсынған. Бұл жерде Уилл Баун адам бойындағы қандай да бір жаман әдеттен айырылу үшін 21 күн бойы қолға білезік тағуды ұсынғаны. Егер де жағымсыз әдеттің қайсы бірін жасап қойсаңыз, білезікті екінші қолға тағасыз. Толық 21 күн бойы тек жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеуіңіз керек. Одан кейін білезік көзіңізге түскенде сіздің жаңа өмір бастағаныңызды есіңізге салып отырады. Өзімнің жасағаным және сондағы түсінгенім, қағазға жазғанда миымыз, қолымыз, көзіміз, аузымыз сияқты сезім мүшелеріміз іске қосылады. Әр жазғанда керемет толқында отырасыз.
Ал енді 90 күн бойы күнде жазсаңыз санаға тез сіңеді. Есіңізге тез сақтап аласыз. Содан сіздің бойыңыздағы қуанышты эмоциялар, вибрациялар іске қосылады. Бірте ми сене бастайды. Ақырында айтып жатқаныңызға өзіңіз сеніп кетесіз. Қалай осының барлығы сіздің бойыңызда пайда болады, немесе бойыңыздағы осы сезімдер оянады, өміріңіз тек қана өзіңіз қалағандай жақсы жаққа өзгере бастайды. Біз өзіміздің бұрыннан келе жатқан жағымсыз ойымызды, сөзімізді, ескі әдеттерімізді қарама-қарсы, яғни жақсы жағына өзгерту арқылы бүкіл өмірімізге қатысты барлығын өзгерте аламыз дедік. Ал енді мұндай жағымсыз ойлар бізге бір күнде келген жоқ. Сонау бала күннен бастап бүгінгі күнге дейін күн сайын үйдегілерден, қоршаған ортадан есту, теледидардан көру, тағы да басқа, яғни күнделікті қайталау арқылы біздің санамызға сіңіп қалған. Адамдардың көпшілігі мәселенің шешуін ақшаға келіп тіреп қояды. Бақытсыз болуларына тек ақшаның жетіспеушілігін кінәлайды. Сондықтан мысал ретінде ақша туралы сөздерді көп қолданып жатырмын. Мысалы, күнде жиі еститін ақша жоқ, ақша өмірі жетпейді, оңай ақша қайдан, басым ауырып тұр, көңіл күйім жоқ дегендерді алсақ, біз осындай сөздерді күніне бірнеше рет естиміз, және біреулердің басып біріксе ауыздарынан осы немесе осыған ұқсас сөздер жиі шығады. Бұған ешкім кінәлі емес. Бұл біздің түпкі санаға сіңіп қалған. Сондықтан ойланбастан автоматты түрде ауыздан шығады. Ал енді осыларды дәл қазір ақша көп, мен үшін ақша жеткілікті, ақша маған оңай және тез, қалағанымша келіп жатыр, мен өзімді керемет сезініп тұрмын, көңіл күйім тамаша деп өзгертіп көрейік. Екінші айтылған жақсы сөздерге бір айтқанда сендіңіз бе? Әрине жоқ, сенбейсіз. Сіз емес, оған ми сенбейді. Бірақ рет айтылғанда сіздің санаңыз ондай жаңалықты, жақсы сөздерді, жақсы әдеттерді бірден қабылдамайды. Осы жерде барлығы түсінікті болу үшін адамның басы туралы қысқаша айта кетейік. Жалпы мамандар адамның басын екіге бөліп қарауға болатынын айтқан. Жалпақ тілмен айтқанда, басты қабақтың тұсынан төмендегі суреттегідей көлденеңінен екіге бөліп қарайық. Жоғарғы жағы бұл сана, төменгі жағы бұл түпкі сана. Мамандар адамда 5 жасқа дейін түпкі сана болмайтындығын, яғни тек сана болатынын айтады. 5 жасқа дейін ақша жоқ, қымбат, ұрысады, ауыртады, тағы да басқа деген сияқты шектеулердің, тыйымдардың мағынасын бала мүлдем білмейді, түсінбейді. Сондықтан тарсылдаған дыбыстарға селк еткені болмаса, басқа еш нәрселерден қорықпайды екен. Мысалы, нәресте 1 жасқа жақындай бастағанда жан-жағылардың жүргенін көреді. Күн сайын айналасындағы адамдардың жүргенін көрген баланың санасы жүруге әрекет жасатады. Бала өзі көргенді қайталайды. Бала жаңадан тәй-тәй басқанда құлайтынын білмейді. Құласа бір жері ауыратынын да білмейді. Тіпті құласа болды, қорқам, енді жүрмеймін деп қорқып тоқтап қалмайды. Қайта тұрып жүруге әрекеттенеді. Толық жүгіріп кеткенше қайта осылай сүрініп жығылып әрекет жасап ақыра жүреді. Тек қатты айқай, жағымсыз дауыстардан басқа еш нәрседен қорқуды білмейтін балаға ес білген сайын үлкендер әртүрлі жүгірме, секірме, мінбе, құлайсың, ауырады, айқайлама, шулама, әкең ұрсады, қымбат ойыншық алуға болмайды, ақша жоқ. Сен ақымақсың, олай айтуға болмайды,
сенің қолыңнан түк келмейді, сен адамды ұятқа қалдырасың, тағы да басқа деген сияқты сөздерді айтып шектеулер қоя бастайды. Тыңдамаса ұрады. Міне осыларды жиі естіген әр баланың санасы мұндай сөздерді әртүрлі қабылдайды. Сөйтіп түпкі санасына шектеулерді үйдің фундаментін қалағандай жинай береді екен. Оны түпкі санадағы бағдарлама десе де болады. Мысалы, қымбат затты алуға болмайды, себебі ақша жоқ. Сен ақымақсың деген сияқты сөздерді жиі естіген баланың түпкі санасында жоқшылық, жетіспеушілік, кедейлік, өзіне сенімсіздік секілді жағымсыз шектеулер қалыптасады. Өсе келе шектеулердің түрі де көбейеді. Адам ары қарай өмірде де өзін барлығынан шектеп, кез келген тақырыпта жоғарғыдай автоматты түрде жағымсыз ой ойлап сөйлейтін болады. Ал енді ата-анасынан менің балам батыр, ақылды, әдемі, жеңімпаз, чемпион, мен саған сенемін, сен барлығын жасай аласың, тағы да басқа деген сияқты құлаққа жағымды мақтауларды, өзіне сенімділік беретін жылы сөздерді жиі естіп, еркін өскен баланың түпкі санасындағы ойлары мен бағдарламасы мүлдем басқаша қалыптасады. Мұндай балалар өсе келе өмірде өз мақсаттарын тауып, көп жағдайда жетістікке қол жеткізеді. Бізге керек пе, керек емес пе, маңызды емес. Түпкі санаға қалыптасқан ойдың барлығы өз өмірімізге тартамыз. Жалпақ тілмен айтқанда, түпкі санадағы ойымыз бағдарламамыз. Қалай қалыптасқан болса, өміріміз солай қалыптасады. Немесе өміріміз жақсы ой ойласақ, жаман ой ойласақ, жаман болады. Енді осыны түсіндіріп көрейік. Суретте жоғарыда санамыздағы антенналар, бұл біздің көру, есту, иіс сезу, дәм сезу, ұстап сезіну сияқты әртүрлі сезім мүшелеріміз бар екенін білдіреді. Жоғарыда санамыз мынандай сезім мүшелері арқылы күн сайын көптеген ақпаратты естиді, көреді. Мысалы, теңгенің құнын түсіп бара жатыр, азық-түлік қымбаттады, қалада тұмау жүріп жатыр, тағы да басқа сияқты әртүрлі ақпараттарды күніне бір емес бірнеше рет елден естиді. Жаңалықтардан көреді, әлеуметтік желілерден оқиды. Санамызда осындай ақпараттар қабылдамау деген таңдау мүмкіндігі бар. Ал енді таңдау құқығы қабылдамау дегеніміз не? Қалада тұмау жүріп жатыр екен деп, рас өтірігі белгісіз бір ақпаратты алайық. Біреулер осы ақпаратты естіп алып, жан жағындағының барлығына қайта ескертіп айтып, күндіз түні тұмау ойынан кетпей, ауырып қалмайын, жұғып кетпесін деп уайымдап, бойын үрейлі эмоция билеп, артық түшкіргеннен де, жөтелгеннен де сақтанып жүріп, ақырында ауырады. Ауырғанда да қатты ауырады. Адамдардың мұндай қайта айту, уайымдау, күндіз түні эмоциямен ойлау сияқты іс-әрекеттері кез келген ақпаратты сананың қабылдауына апарып соқтырады. Сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, сана қабылдайды. Себебі кез келген ақпаратты сұрыптайтын, жақсы жаман дегенді ажырататын санамыз сүзгі фильтр жоқ. Жоғарғы сана қабылдағанды түпкі сана тек орындайды. Өйткені түпкі санада қабылдамау деген таңдау мүмкіндігі жоқ. Ауру дегенді ойлай бердіңіз бе? Мә саған ауру. Ала ғой қанша керек, қай түр керек деп түрлісін береді екен. Себебі сіз ауруға тапсырыс бердіңіз. Өзіңіз берген тапсырысқа ие боласыз. Атам қазақтың жұт жеті ағайынды және жоқтың түбі жоғалар дегендері мүмкін осы ма деймін. Осы мақалды жалпақ сөзбен айтқанда, сіз қанша ауырғыңыз келмесе де ауырасыз. Немесе неден қатты қорықтыңыз, соған тап боласыз.
Сондықтан әрбір ойға, сол ойды пайда қылатын жағымсыз ақпараттарды естіп көруден аулақ болыңыз. Әр ойыңыз бен сөзіңізге сақ болыңыз. Осы жерде адамдардың екі типке бөлініп қарауға болады екен. Мысалы, екі бірдей сырқатпен ауыратын адамдарды алайық. Біреу өмірге құштар, онда өмір сүрем деген талпыныс бар, жеңіске жетем деген сенім бар. Тек қана жақсы ойлап, жақсы сөз сөйлеп, көңілді жүреді. Ал екіншісі ауруды тапқан күннен бастап басы салбырап, күні түні уайымдап, қай күні өліп кетер екенмін деп түңіліп кеткен. Әрине өмірге құштар адам ауруынан тез айығары сөзсіз. Ал енді екінші типтегі адамның ойы, сөзі, өмірге деген көзқарасы түзелмейінше ем қонбайды. Тіпті әлемдегі ең мықты дәрігерге апарса да, себебі кез келген жерде жеңіске жетудің 90% адамның тек өзіне байланысты. Яғни ойы, сөзі, көзқарасы, сенімі түзелсе, ісі алға басады екен. Ал енді кейбір адамдар керісінше шынымен бүкіл қала тұрмақ. Жан жағындағылар тұмау болып жатса да бәрібір басын ауыртпайды, көңіл бөлмейді. Мұндай ақпараттар оларды айналып өте кетеді.